Еркінбек Тұрысов. Темірлан. Тарихи роман. Қайран жүрек дауа таппай дал боларда қамығар. Бұл сөзімді махаббаттың уын ішкен жаны бар. Өмір бойы құлы болып қызмет етсем арман жоқ. О құдірет, не жазып ем, мұнша жүдеп зарығар. Шамсаддин Хафиз. Көгілдір күмбез. Жортуылды күндердің тағы бір түні, құрыш тұяға қаңтардың тоң басқан қара жолынан от шығарып, құстай ұшқан құла айғырдың үстінде өткізген ақсақ темір ол түні арыстың айдында ашық даласында келе жатып, өз басы кешкен, жеңіспен өткен бір ғана жорығын, айтулы Арзурумның алғашқы жорығын еске алды. Ол кез темірдің 47-ге толған шағы емес пе еді. Арынды сапарына жол шақ келмес кезі. Одан бері ойлап қараса, аз кемі жоқ 21 жыл, 4 ай, 19 күн өткен. Әрбірі адамның қаны мен көз жасын көл еткен 21 жыл. Айтуға жеңіл тойымсыз, тұрлаусыз, шолақ дүниенің темірге тиесілі болған балтаның сабындай бір ғана бөлігі. Енді міне, сүтпен біткенді сүйекпен әкететін ғұмыр тағылымы оны 70-ке қараған жасында тағы да ат үстіне қондырған. Тән тозған мен мына күмбездей қара кеуде ішінде өрекпеген ыстық жүректің өлшеусіз сарқылмайтын обыр араны тозар ма? Мәуітімен тысталған қасқыр ішігін кемер белбеуімен шірей тартып, найза төбелі алтайы тұмағын маңдайына еңкейте киіп, төбіт ораған аяғына саптамасын тартқан қалпы, ауыздығын шайнаған арынды айғырдың тізгінін тежей ұстап, жер үстінде емес, көк жүзінде көшкендей халде келе жатты. Баяғы бір кезі болса, мұз төсеніп, қар жастанған жорықтың, бір түні дүрдімектің таусылмас, қызық шыжығында өте шығар еді. Ол ғұмыр, ол күндердің ауылы енді қайда шіркін. Оның екі тізерлігі ұйып, арқалығы құрысып, көк желкесі аши бастағанына не дәуір өтті. Бірақ оған сыр берсе, тән ауруын тәрк етпесе, темірдің темірлігі қайда? Қоналқы жайда сүт пісірім сылаудан соң, кәрі қырандай сілкініп, тұғырға қайта қонудан танған ба еді ол. Қашанғы бір Арзурумның жорығының жан тебірентер ұмытылмас күндерін ойлап, ол алып даланың айдынында қанша жер, қанша жолды басқанын аңғармады. Тек алда кеткен жағатай жасағының ізімен, бекзадалар тобымен, сұңқардай сұлу мүсінді Түкел ханымның жанында келе жатқанын білді. Айнала қатқақты қара дала, сырт жақтан екпіндей соққан қара жел бәрі бірге тұтасып, мына беймезгіл жортқан үркердей топ жолаушысын шексіз тұңғиықтың түнегіне тартып бара жатқандай. Өз еркі, өз әмірімен түскен жол, алда ұлы сапар жорығы жатыр. Көнбесе, төзбесе, оның темірлігі қайсы? Темір арынды арғымағының желпілдеген суығы жалына құнысқан еңсесін еңсере көтеріп, тебінгісін сірі тақымымен қапсырып қыса түсті. Тебінгі тершіген сайын қара желмен жарысқан құла жүйрік те ерен екпіндей түсті. Аттың желі, желбесіктей тербейтін аттың белі, қашанда ұзақ жортар жолаушы мұраты, жолаушы қиялының қанаты. Шексіз әлемнің шартарабын шарлайтын адам ойы, адам қиялы қайда қонақтап, қайда шарқ ұрмайтын еді мұндайда. Сылаң ұшқан сұңқардай ат үстіндегі әмірдің теңіздей тербелген қиялы қайдағы бір алыстағы Арзурум сапарына орала берді. Анығында қара дауыл қаһарын алғаш рет барша әлемге танытқан, айбар атағын жер дүниеге дүңкілдеткен, темірдің темірлігін, әмірдің әмірлігін асқар таулардан асырған сапары еді. Сол сапардың сазы Самарханның көркі болған көк сарайда, Шахи зинданы, Бибі ханым ғимараты, Ясси мұнарасы, Регистанның Миуа бағы сияқты қаншама сәулет, жәннат кереметтерін дүниеге келтірді. Самарқандтың іргесінде, о шетімен бұл шетінде ат шаптырса жете алмас Тәңірдің сыйлығы, Дили Куши, жән-жәннатта гүл бағындағы
темір әулетіне арналған гарем саяжайы да сол сапардың қисапсыз қазына олжасымен еңсе көтерді. Бағдат пен Дамскіде, Тарбиз бен Шираздан келтірілген сәулетшілердің ақылдан асқан шеберлігімен тұрған сол ғимараттар ішінде темірдің өз басы, өз әулеті үшін саяжай гаремінің орны өзгеше болды. Ол дүниенің төрт бұрышында басынан кешкен қанды жорықтардың, ащы тауқыметі, жалған күнәһар дүниенің уы мен зәһәрін сол гаремдегі балауса күндер мен түндерінде қайтып келмес ғұмырдың ләззаты бал шекерімен жуды. Гаремнің биік порталы, қақпасының арғы жағында саябағы көмкерген үлкен айна қауыз. Сол қауызға мөлдір суретін түсіріп, айнала тұнжырай төнген көгілдір көркем ғимарат құдіреттің бір ғана сүйген ұлы, Әмір Темір көрегеннің мекен жайы. Оның қаншама құпия өткел жолы бар. Әрбір өзінше ерек, парсы кілемдері төселіп, Қытай жібегімен жасанған алуан сырлы бөлмелерінде Темірдің ұлы Моңғолстан мен Мауараннахр, Сұлтания жерінде таңдап алынған, тартып алынған текті тексіз сұлу бике бегім ханымдары тұрды. Бірақ талап талғамы шексіз, әлемнің жалғыз әмірі, шоқ жұлдыздай санаулы ханымдарын қалай қанағат тұтпақ? Дүниенің шартарабында қол астына берілген әр жұртынан таңдап, тартып алынған қаншама құралай көз, сүмбіл шаш күтуші күң, қызметші нөкер есебінде осы гаремнің құпия сыр мен терең мұң басқан жұмбақ қойнынан мәңгілік тұрағын тапты. Темірдің ханымдары мен қатындары әрбірінің жиһангер өмірінде алған ерекше орны болды. Бірі мұз жүрегін шектен асқан сұлу сымбатымен балқытса, енді бірі ақыл парасат, назымен баурады. Солардың ішінде Темірдің табалдырығын аттаған күннен өле-өлгенше ұзақ ғұмырды жаза баспай бірге өткізген, ащы тұшыны бірге татқан, ерекше сүйген ашық жалпақ дүниеге сарай мүлк ханым деп дәріптеген атақты ақша жүзді сұлу бибі ханым еді. 71-ші доңыз жылғы әскери төңкерістің кезінде Темірдің тікелей бұйрығымен кей қысырау әмір Хусейн әмірдің басып алып, оның барша қазынасымен бірге гаремдегі сұлу бегімдерін үлеске салғанда, әйгілі іңкәр бегіммен бірге Темірдің жүрегін ерек тебірендірген гаремдегі ай жүзді сұлу осы бибі ханым еді. Әуелгі нақ сүйір жылдар өткенде гарем тағдырымен бірге ұлы көрегеннің өз өмірінде алақан аясында ұстаған әлемнің ұлы бәйбішесіне айналды. Темірдің жүру тұруы, ішер ас, киер киім, күнгі түнгі тыныс сәттері, қай күні, қай кеште қай сұлудың ақ төсін аймалайтын пенделіктің бір басына тиесілі үлесі түгелдей осы бәйбішесінің еркінде болды. Бала, келін, немере тәлімі, ұлы салтанат тойлардың қаншама қызық шыжығын сүттей тасытқан рәсім салты бір ғана осы Адуын ханымның көз қарағы, көңіл қалауымен іске асырылды. Текті жылқы тебінсіз дегендей, Темір ежелгі Шыңғысхан заманынан жалғасқан хан тұқымын қастерлеп, хан күйеуі, көреген атағы үшін Ұлжатай Тұрхан осы бибі ханым, Түкел ханым сынды хан ұрпағының үш асылын бірінен соң бірін алса да, бұлардан хан нәсілі өрбімеді. Оның орнын гаремнің сүр мәрмәрімен айшықталған күңгірт бөлмесінде бибі ханымның рахымы арқылы әмірдің ақ төсекке оралар күнін айлап, тіпті жылдап күтетін басыбайлы сұлулары толтырды. Тор қапастағы тотыдай таранған парсы, тәжік, түрікпен, қыпшақ қыздары әмірдің болашақ мирасқор нәсілдерін бірінен соң бірін доптай домалатты. Дүниеге жаңа мирасқордың келгенін паш етіп, гаремнің күңгірт бөлмесінде шыр етіп жерге түскен нәресте кіндігі кесіліп, уызға тойған сәттен анасының ақ сүті тәрк етілді. Ол енді туған ана төсінен аулақ бибі ханым басшылық еткен ерек жайда арнайы қойылған сайыпқыран қызметкер әйел қамқорлығына көшеді. Ол 3 жасқа толғанда ата бегінің тәліміне өтеді. Жиһангер тағына мирасқорлықтың қанмен бітіп сүйекке сіңген өмір тағылымы,
өзгермес заңы осылай еді. Бір беден алада құлада туатыны сияқты, темірдің кіндігінен өрбіген, оның алғашқы үлкен қатынынан көрген тұңғышы Жаһангер, одан кейінгі Омар шейх, Шахрух, Миран шах, мінез құлқы, қадір қасиеті бір-біріне соншалық алыс, бірі кәззап, бірі мас, бірі құдай жолын ұстаған, таспих аударған жай дәруіш боп өсті. Жаһангер жастай өліп, оның артында қалған жас жесірлері, жасау жиһаз мүлкімен үшінші ұл Миран шаққа бұйырды. Соның бірі орданың атақты ханы, өзбектің немересі, Ақсопының айжүзді көркем қызы, Сыбанбеке, ұлы әмірге торсық шеке толымды қос немересі, Мұхаммед Сұлтан мен Халил Сұлтанды сыйлады. Бұның ізінше Гераттың билеушісі, шариат намазсыз жер баспайтын діндар сопы, Шахрух сарайында ажарлыда ақылды келін, Гаухар шат дүниеге арға тасының алып есімін жаңғырта келген кішкене Мұхаммед Тарағайды әкелді. Ғаламда өшпес ізін қанмен емес, ғылыммен, біліммен, адамға, заманға деген парасат жақсылығымен мәңгілікке қалдырған адамзаттың ұлықбегі еді ол. Темірдің гаремі мен сарайында болашақтың иесі, империя мирасқоры болып, өрімдей үш ұланының қатарына кішкентай Темірдің ұзатылған қыздарының бірінен туған хан текті немере жиені Сұлтан Хусейн қосылды. Енді 4 жасқа толғанда Көксарайдың көгілдір мұнарасы астында, сұрғылт сұсты залдарда, атабегі, атбегі, құсбегінен сан алуан соғыс, сайыс, саят өнерінен дәрс алған, осы 4 бөлтірік, көкжал саразу ата арланға лесіп, күзгі жортуылға аттанар күннің асыға күтіп өсіп келе жатты. Бұлардың алды Мұхаммед Сұлтан мен Халил Сұлтан Темірдің алғашқы Арзурум жорығында 8 жасында қатысты. 8 жасындағы ұшпа қанат ұландар, қаһарлы, қанды жол атасының іргелес көрші ел Хорасан мен Иранның қаншама гүл көрікті шаһарларын жермен жексен етіп, халқын қанжоса қырып, азаматын құл, қыздарын күң етіп, бұғаулап айдап, қымбат қазына мүлкін тонауға салғанын көздерімен көрді. Ұяда қанды жем көрген жас қыран, қан сонарсыз күн кешпейтіні аян. Содан бергі жердегі дүниені дүбірлеткен темір жорықтары, оның айбарын асқақ шырқатқан жеңісті жолы, 14 жасында тегеуріні қара дауыл, қара түмендердің тізгінін ұстаған 4 немере, 4 қыраннан қағыс қалған емес. Мұның рухани атасы Шыңғысхан әлемінің үстінде Моңғол туын көтеріп, Моңғол тұлпарын ең шеткі теңізден суарудың өсет батасын өзінің 4 бөрі, 4 ұланына тапсырса, Шыңғысхан жетпеген жер мен елді, барша жарық дүниені, барластың құлан жүйрік арғымағы тұяғына таптатып, жиһан тұтқасын бір қолда, Темір империясын қол астында ұстауда, осы 4 немересіне иек артты. Сұлтан Хусейн, міне бүгін Темірдің ақырғы арманы, бәлки соңғы жорығы, Қытай жорығында 12 аттылы түмен туын бір қолда ұстаған сол қанатты басқарып келе жатыр. Оның қарақұрым қолы Сейхуннан өтіп, отырар мен яссы, сығанақ пен сауранды, Уранхай мен Қарнақты, Ихан мен Шорнақты тұтас жайлап, Қаратау күнгейі мен теріскейі көшпенді ру басшылары, уәлият бектері әмір сапарына тартқан, құрбандық еткен, сан атыраптан күні түні толассыз айдап келтіріліп жатқан сансыз отар жылқы үйірлерін шетінен баудай түсіріп, қан соқта майға шылқып жатқанына міне аптадан асты. Дәл осындай күй, осындай күнді соң жағы Ташкенттен Қазғұрт асып, Испан жапты, Оқсузды, Ханқорған мен Маданкентті, Сұлтанрабат пен Қараспанды қара тұманға тоғытып, ұлы әмір көрегеннің өзі бастап келген Халил Сұлтанның 8 түмені жатыр. Әскердің оң қанаты оң сапардың алдын бастайтын жойқын қанаты еді бұл. Халил Сұлтан мен Сұлтан Хусейн қатар өскен, қатар шыққан қос сұңқар. Бұлардың кең дүниеге көз ашып алғаш рет қиянға қанат қаққан шағы ұлы Жиһангер атасының әуелгі Арзурум жорығына тап келген.
Сол сапарда бұлар үрмейдің жасыл жағасында, орда шатырдың ішінде, сарай бектері мен бегімдеріне арналған кіші тойхананың үстінде Исфаханнан жеткен суық хабарды өз құлақтарымен естіген. Сонда бұлар әмір көреген атасының күңгірт даусымен Исфахан қымбат төлем қайтаратын болады деген жайбар жауабына таңданған. Ол не төлем? Алтын мен ақшамен өтелмек пе ол қарыз? Сол жұмбақтың түйінін әмірдің қос түменімен Хорасанға қайтқан сапарында Шахрихан өзенінің бал құрақты жағасында еру боп тоқтаған күні алтыншы түменнің атақты қолбасшысы Алдан Баһадүрге берген қысқа бұйрығы шешкен. Мыңдар, тіпті сан мыңдардың қаны мен жаны ұшан теңіз, жер мен елдің үстіне тежеусіз билік құрған қарасұр ақсақ адамның рахымсыз, аяусыз әмір көреген атасының жалғыз ауыз сөзінде екенін бұлар алғаш рет өз көздерімен көрген. Иә, солай Арзурумның әйгілі алғашқы жорығынан Хорасанға бет алған Темірдің алдында ол күні әлі де көп асар асу, өтер шөл, тасыған дария, сағым құшқан шөлдер жатты. Хоремдак баурайында түнеп шыққан түмендер келер күні кіші бесін кезінде Әбес-Хун теңізіне қарай қанды көбігі тасқындап ағып жатқан Қызыл өзен жағасына жетіп ат басын тартты. Кешегі аттаныс алдында түмен басылармен болған әскери кеңесте негізгі әскери тобы тырнадай тізілген көп түйелі керуен арбалы көштермен бірге Хорасанға жеткізер жақын жайлы жолмен Топтура Мешхетке жылжып екі түмен тізгінін өз қолына алған жиһангердің өзі күнгейдің таулы асу сары даласын көктеп Исфаханға бет алмақ болып шешілгенді. Осы Қызыл өзен бойынан айырбасты айдаһардай ирелең жол тастап, екі атырап қозғалып, Темірдің түмендері енді Хорасанға жетпей, жемтігін жұтпай тынбайтын тажал болты боп шығысқа қарай жүңгілді. Жайбар сапарда 2 аптаға ұласар жолда суыт жорық пен бас аяғы 8 күнде өткен қос түмен Ақыраптың нақ ортасында қаншама ғасыр шығыстағы жұлдызы биік шаһарды сусындатып, жайқын толқыны жайдары ағып жатқан Шахрихан жағалауына жетіп тоқтаған. Енді көгілдір мұнаралары көкпен тілдескен әлемге қаншама керемет суреткерлер мен сәулетшілер берген күллі шығыс елдерінің мақсаты Исфахан қол созым жерде. Өзен алқабында тер кірлерін шайып, қос қалағын түзеп, қылыш найзаларын қайрап, ат әбзелдерін сайлап жатқан қалың әскер ортасына күндік жол алға кеткен Музаффар ад-Диннің шолғыншы жасағының хабары жетті. Олардың айтқаны, шаһар қақпалары ашық, тай-тай жүк артқан керуендер тізбегі, бәз-баяғы бейбіт күндеріндей кернейлетіп келіп, қаздай қалқып кетіп жатыр. Бұғалық көрмеген бұлан асау бұлқынып қайда баратын еді. Әскерлер қос түгіп 2 күн еру болсын, бабына келсін. Істі сәрсенбінің таңында, хан базардың қызған кезінде бастаймыз, деді Темір түмен басыларын шақырып. Неткеніз ол, қалай басталып немен тынбақ? Әмірдің қара кеудесіне құйын ойнатып келе жатқан оның түпкі мақсаты не еді? Оның сыр сипаты сол бір Ақыраптың қара кешінде құдіретті Құдайдың жалғыз сүйген құлы әмір көрегеннің бір өзінен басқа жанға беймәлім еді. Сейсенбінің кешінде ол өзінің орда шатырына түмен қолбасшылары Алдан Баһадүрді, Ергеней Батырды және Арғыншах Музаффар ад-Динді, Жағатайды шақырды. Олар балауыз шырағданның әлсіз жарығы үстінде отты көзі қанталап, құрбандығына атылғалы тұрған қангер жолбастың бейнесін қайта көрді. Шаһарға құлан екі таңмен бірге Алдан Баһадүрдің түмені кірсін. Ергеней Батырдың 2-ші түмені шаһарда айнала қоршап, қорған сыртында қалсын. Шаһардан шығар жол түгелдей жабылсын. Бірде-бір тірі жан сытылып кетпейтіндей болсын. Бірде-бірі. Оның әрбірін бөліп айтқан бұйрық сөзі тіптен жай, әлсіз естілді. Сол күңгірлеген жай, күңгірт сөздің әрбірінде мыңдардың тағдыры жатыр. Оны мына қасында қас қабағын қалт жібермей баққан Баһадүр нөкерлері жақсы біледі.
Сенің қылыш тотын алатын күнің енді келді. Темір енді қанды жанарын бұдан кірпігін алмай, шоқыдай шөккен арс кеуделі алдан баһадүрге аударды. Түменнің, мыңдықтың, әр жүздіктің, әрбір сарбаздың не тындырғаны, шаһар алаңына, уәлиет ордасы алдындағы алаңға жиылған үйілген адамның басымен қалына өлшенеді. Кімде кім, мейлі мыңбасы, сарбаз болсын, мына қара шегірткедей құжынаған жексұрын қызылбастың басын жерге неғұрлым көп ұшыратса, оған соғұрлым-ақ Алланың рахмы жаумақ. Есіңде болсын, деді ол тағы да. Шаһар алаңдары мен махалла көшелеріндегі нәжіс түгелдей Шахриханның суымен шайылуға тиіс. Оған қажет болар 2000 адам қолы байланып, шаһардан тірідей алып шығылсын, деді. Әркез тапсырма сөзін шолақ қайратын, Темірдің ертеңгі қанды қырғын алдындағы аз кем кеңес сөзі осылай тынды. Енді міне қараңғы қапас түн, мыңжылдық Исфаханның ақырғы түні. Қара барқын аспанда сансыз жұлдыздар самсады. Дауыл ұшырар күзгі жапырақтай сансыз өмірдің өшер алдындағы тірі әлемге, жарық дүниеге, адам ата әулетіне қалдырар сөнбес белгісі емес пе екен ол. О жақсылық үшін жаралған жалғыз өмір, таянған тажалда төбеден төнген жасынды кері серпіп, бейкүнә пендеңді сақтап қалар күнің қайсы. Сәрсенбінің сәтті таңы бұл күні де Исфахан үстіне әр кездегідей алыста қатпар таулардан иек артып арайлап атты. Жаңа күннің шапағы көкке бой түзеген көгілдір күмбездерді алтын нұрына малғанда, кернейлетіп, сырнайлатып, майпаң басқан түйелі керуендер, қап-қап алуа, жаңғақ жидегін артқан, қоқиған қоқан арбала керуендер, махалла, алаңдарды толтырып, шаһардың қан базары қызар шағы да туды. Бағдат пен Дамаскіден, Терскиде Тегераннан, Тәрбизден келген саудагерлер жалшыларын жалдап, мәре-сәре қызықты өмір қазаны енді қайнап жатқанда, мұнара басынан жалпы жұртқа жар салған күзеткер, жаршының жаны ұшырар айғайы жаңғырықта. Хей қалайық, жау келіп қалды, жау, жау, сақтан, сақтан. Соның ізінше сан тараулы махалла, көше өткелдер арқылы орталық алаң, оған жалғас сан мың адам сеңдей соғысқан үлкен базарды беттеп, таудан құлаған қара тасқындай қаптап келе жатқан қалың жаудың қарасы да көрінді. Олар жай шеру емес, жолыңдағы бөгет атаулыны жапырып, көрінген жан төбесіне найзағай отын ойнатып, қанды қылыш жарық-жұрқ сермеп, тас айдында көше алаңдарда жанталасқан айқай шу бір сұрапыл сарынға кернеп келе жатты. Әрекетсіз, қарусыз қалың тобыр қайда барса да қаптаған жасақ, қалың қол қайқы қылыштың астына түсіп, ат тұяғына тапталды. Құлаштап сермеген сүйек сапты, құбыла жүзді өткір қылыш жүзінен, ақ басты ата, қара шашты бала, еңкейген әже, арс кеуделі азамат бастары алмадай ұшып, басы кетіп, кеудесі қалған өліктер баудай түсіп жатты. Шаһар үстін таң сәрідегі көкірек тоймас кәусәр ауа, ұлы сәске шағында қолқаны атқан қою шаң мен қан сасыған қара түнекке айналды. Сол түнектің ішінде жасын отындай жарқ-жұрқ шабылған қылыш, ысқыра тартылған садақ, ат үстінен сілтенген көк сүңгі найзалардың жарқылы толастар емес, шылқып аққан қан, жығылған ат пен адам денесі, тай-тай боп шашылған жүк. Тас айдын алаңдармен махалла, көшелер жүзін тұтастай жапты. Алданның қалың жасақтары ат басын қайда бұрса, оның жолында шашылып домалаған бастармен теңкейген өліктер қалды. Екіленген тағы сарбаздар аш қасқырдай жалаңдап, үйге кіргенде үйден, інге кіргенде іннен суырды. Күн бесіндікке ауғанда, ат омырауы қан мен терге малшынған сарбаздар, қараусыз шаһар, қорғансыз халықты қынадай қыруға келген масық міндетін тәмамдап та қалған еді. Ол кезде астына жібек жалды, қазын ойын, қарақасқа текел жеуміт, арғымақ мінген мыңбасы, құрбан непестің жасағы. Айнала қорғанда орталық үлкен базарда 30 мыңдай адамды қойдай қамап табжылпай ұстап тұрған.
Енді қолдарына бұрау-бұғау салынған олар топ-тобымен қала сыртын орай ағатын Шахрихан жағасына айдап шығарылды. Астына ауыстырып араби ақбоз тұлпар мініп, соғыс жағдайында киінетін сауыт сайманы биік болат дулығасын киген темірде бір топ қорғаушы жасағы ортасында өзен жағалап осында келіп қалғанда. Ол көбі қилы ел жұрттан келіп, төбеден жай түскендей мына күйге душар болған жат жер, шетелдік керуенші саудагерлер мен жай қаңғыма дәруіш, қыдырма саятшылар тобырын ат үстінде биіктен шолып, мізбақпай қарап тұрды. Бұл тобырдан ол іргедегі Хорасан, Теріскейдегі Тегеран, алыстағы Бағдат пен Басра, сонау бір қиырдағы өз елі, өз жері, Хорезм мен Бұхардан келген қыдырмаларды басына тартқан шалма, үстеріне киген айыр етік, ұзын жеңді қара шапан, ала шапандарынан жазбай таныды. «Мыналар», деді ол жанындағы ат басын бір кез кейінге ұстап, әмірдің айтар әмірін күткен Арғын шахқа қара сұр жүзін бұрап, електеп өтетін болсын. Шетелдік пен Исфахандық бай саудагер, ісмер шеберлердің өмірі сақталсын. Самарқанд ғимараттарын салуға қажет қайраты бар жас адамдар да бұғауланып бөлек ұсталсын. Қыздар мен жас әйелдер теріп алынсын. Қалғаны мына Шахрихан суын бөгеп, оны шаһар көшесіне шығарудың іс-қарекетіне жұмсалсын, деді. Арғын шах әр кезіндегідей әмір есіне бұрылып, оң қолын төсіне басып, басын иді. Бұл әлегі ду-дүрбелеңі көп. Іс түні бойы маздап жанған от маңында, майлы алаулардың жанында аппақ таңның атқанынша созылды. Жалақтаған сарбаздар қолдарына ала ұстап, көпес дүкендері мен керуен сарайларын, көшелер бойында жүк мүгімен теңкиген түйелердің теңдерін шашып, тай-тай пұл артқан биік қоқан арбаларының жүгін, ол таусылғасын Исфахандықтардың қора-қопасы мекенжайларын тонап, тірі қалған жас әйел, жас қыздарын шаһардың орталық алаңы маңындағы үлкен гүл бағының ішіне апарып жатты. Олар енді басыбайлы пенде, жат елден келген қаптаған жаудың алдын бастап, айыз қандырып ат үстінде асыр салған әскер басыларының қолында. Қатын қыламы, сатып жібереме? Гаремдердің Гүлжазира бақтарында бегім ханымдарға күтуші, күң етіп алама, солардың ісі. Иә, заманында ақыл парасаты, алдамыш мекерлігі шығыс елдерінде етегі аңыз болған Бағдат пен Басраның пери-перизаттары сияқты Исфаханда қиялға даңқы кеткен, үрдің қызы сипатты нелер жасөспірім қара көз сұлулардың шаһары еді. Сол шаһардың барша бетке ұстар асылы, ақша бет арулары Тәңірдің тәлкегіне түсті. Пәни себеппен тірі қалған ана баласынан, қыз анасынан, әке жермен елден, сүйген жар сүйікті адамынан айырылды. Осылай өрт пен шаң, қан мен мұңға батқан шығыстың айдын шаһары қасіреттің уына милығынан батып, өз тарихындағы ең қаһарлы түнін өткізді. Шаһардың қаншама ғасырлар дүниенің төрт бұрышынан жиылған асыл қазына жасаулары, қиырдағы Қытайдан ақырғы көк теңізге ұласқан Андалузияға дейінгі ұланғайыр жер бетінен, күнгей Үндістаннан, таяудағы Месопотия мен Мысырдан, Рум мен Византиядан әкелінген сан алуан алтын, інжу маржан асылдар, көз жауын алар әсем нақышты кілемдер, темір сарайындағы сайып қыран сарапшылар сарабына түсті. Ең асыл бұйымдар мен жиһаздар Көксарай қоймасының меншігі. Одан кейінгі бай қазынаның бір бөлігі әскер басыларға сыйлық болмақ. Қалғаны қалың тобырдікі. Мұның баршасынан ерек темірдің әркез, әр сапар, әрбір жорғында оны шексіз құштар көңілінің захарын қайтарар, оның пенделік қалыпта ұстап тұрар, бір құдіреттің қымбат сыйлығы бар. Ол әйел заты. Өз басының атақ даңқы үшін Ақ Орда мен Ұлы Моңғолстан жерінен ежелгі хан әулетінен таңдап алынған асыл текті сұлу бегімдері аспандағы шолпан жұлдыздай ерек жарқырар орны бар. Солай болғанмен Самарқандтағы шаһар сыртындағы мұның құдіретіне бағыштап
сан мың бағбандар орнатқан Миуа бауларындағы гаремдерде тұрағын тапқан күтуші кәнизәктердің көбі сұлу көркі, ақыл парасатымен темірдің ең таңдаулы текті қатындарынан кем түспес еді. Сол гаремнің құжыра жайлары, жорықтарда жойылған шаһар, олардан таңдап алып әкеліп жататын көркем қыз сұлу әйелдерге толып көрген емес. Толуы мүмкін де емес. Оны олай еткен өзге емес. Сол гаремнің өз әміршісі, әйел падишағы, ұлы ханым, бейбі ханымнан басқа ешбір жан біліп ұғып болмас өз тәртібі, құпия жұмбағы көп ішкі тәртібі. Өзі де 14-нде гарем тұтқыны болған бейбі ханым. Әйел заты үшін сұлу көрік, сыр мен сымбаттың, жүректі алаулап таусылмайтын құштарлықтың не екенін білетін. Ондай сырлы қасиеттің ләззатын өзі де мына ғажайып ғұмырында өз басынан талай кешкен. Солай болса, терең есепті ойшыл, саясатшыл зымиян әйел гарем билігін қолына алғаннан кейін, ондағы көбелек ғұмырлы тұтқын қыз, жас әйелдердің тағдырын өз алақанында қан көбелек ойнатқан. Гаремнің қырмызы гүлі, гүл сипатты сұлулар, бір жағынан бейбі ханым ұлы билеуші әмірінің көңілін табу, жастайынан зұлмат істі көп көріп, запыран захарын көп тартқан мұз жүректі жұбатуға керек болса, екінші жағынан өзімен әрдайым бақталас, тайталас күндестікте күн өткізіп келе жатқан Тұманаға ханым мен Шолпан мүлік ханымға қыр көрсету, олардың ішін қызғаныш отымен өртеу үшін керек болатын. Қызғаныш жайлаған күндес жүрегі неден аянады, нендей сұрқия сұмдығынан тайынатын еді. Дәл осында есеппен бейбі ханымның уытты қолымен тасталған шоқ, күндестің көзін жоя алмай, бір ғажайып өнер иесі, асыл азаматтың дидарын жарық дүниесінен айырғанда. Ол, бұдан бар болғаны 4 жыл бұрын, темірдің 2-ші Византия жорығынан оралған жаздың жұпар кешінде болған жай еді. Алыс сапардан оралған темір, Шынар бағындағы аз кем тыныс сәтінен кейін, бүгінде сарай мүлк ханым атымен шартарапқа даңқы кеткен бейбі ханымды елестіріп, осы жорық тұсында мұның ең сүйікті сұлу әйелі Шолпан мүлк ханымның тілегімен темір жеңісінің құрметіне, атақты шираздық сәулеткер ұста Жақып ад-Диннің шеберлігімен Шахин-Зинда түбінде көкпен тілдескен көк мұнара күмбездің жаңа біткен құрылысын көруге шыққан еді. Сонда араби ақбоз жүйріктерге мініп, үкілі қамшы қолға алып, жазғы кештің жайлы самалымен желпінген әмір көгілдір көкпен тілдескен көк мұнараның ғажайып көркінен көз ала алмай ұзақ тұрған. Оның шыңыраудағы шоқтай ұшқын атқан сол қанды көзі, сол көгілдір мұнараға қадалған сайын, оның сол күмбездей күмбірлеген кеудесі әлденеге жұмбақ жалынға толып, қарасұр жүзінен қан шашып, бұршақтың бұлтындай сұрлана түскен. Құрыған, өлген жерің осы шығар сұрқия, деп тісін қышырлатқан. Темірдің тұтанар алдында түтін қаптап, тұншыға булыққан кеудесіне құйып жіберер майы да даяр тұрған. Мынау не құдірет, деді темір бейбі ханымға қарауыта сұрланған қансыз жүзін баяу бұрып. Бұл мұнара неге, не себепті көк аспанмен мұңдас, тек қана көгілдір нілмен боялған? Неге, не себепті құпия мұңға толы мұңдық зарын төгіп тұр? Білем, ұлы билеушім, деді бейбі ханым сазарған жүзі мұңданып, терең күрсіне үн қатып. Мен айтпағанмен дана жүрегіңіз сезіп тұр. Ауыр болса да айтайын. Шираздық ұста Жақып ад-Дин, сіздің сүйікті сүйген шын берілген асыл жарыңыз, Шолпан мүлік ханымға ғашық. Мына күмбез сол ғашықтың мұңының белгісі. Ол өзінің ғашығына деген бар жүрек мұңын, әні мен зарын осы көк мұнара көркіне төккен. Ал солай делік, көзі бар ұста көрген шығар, сүйер жүрек сүйген шығар. Темірдің күңгірт сабырлы үні діріл араласып естілді. Ал оған Шолпан мүлік қандай сыр, нендей күйде жауап қатыпты, білемісің оны? Бейбі ханым жауап орнына темірдің темір тектес жүзіне мұңдана қарап тұрды да. Бері жүріңіз ұлы билеушім, деп ат басын таяуда балбырап пісіп тұрған алма ағашына бұрды. Мында келіңіз,
Мына будақтан таңдап тұрып, ең ажарлы, ең нәрлі бірін алыңыз. Я, солай болсын. Алыңыз ұлы падишах, ем. Өз көзіңізбен, өз қолыңызбен таңдаңыз. Темір Бибі ханымның мына жұмбағына қайран қалып, соның бұйрығын орындай берді. Не ойлап, не сұмдықты көрсеткелі тұр мына қатын. Ал енді, деді Бибі ханым, Темірге қолындағы албыраған қызыл алмасын көрсетіп. Ортасынан жарыңыз. Сырты сұлу ханымның ішкі дүниесінде не жатқанын көресіз. Темір алманы қынынан суырылған болат семсерімен қақ жарып еді. Мұз жүрегі от қарып кеткенде дірете түсті. Сырты бүтін, алаулап албыраған алма ішінде дәнек арасын кеулеп ұя салған ақ шұбар құрт жыландай ирелеңдеп, қара басын көтеріп шыға келген. Міне, көрдіңіз бе, ұлы билеуші ем. Сүйген жар, сүйікті ханымның іші дәл қазір өз қолыңызда. Әйел опасыздығы, әйел мекерлігі деген осы. Басқа айтарым жоқ, деген. Ақсақ Темір жауап қатпай, қолындағы ирелеңдеген шұбар құртқа шоқтай шатынаған қанды көзін қадап аз тұрды да, алманы құрт мұртымен атып жіберіп, ат басын кері бұрды. Афросияптың биігіне қарай аяңдап жүріп кетті. Ол шеттен айна жүзіндей көрініп, бір ғана Самарқант үстіндегі көк аспанмен тілдесіп, мұң сазына шомған шолпан мұнарасы тұрды. Ғаламның қаншама өрті мен дертін көргенде, міз бақпаған жүрегін заһарға толтырып бара жатқан не сұмдық еді бұл. Ол ақсақ Темір көкірегін кернеген сол заһарды, жүрегін өртке жайлаған сол жараны емдейтін бір ғана дәрі бар екенін білді. Ол қаншама ел, жерде қаншама перизатты көргенде, орнында сөзі де ерік тұрар, ешбір жанға ұқсамайтын асыл парасатты мінезі бар Шолпан Мүлік ханымның өзі. Ол енді сол бір ақыраптың айлы кешінде, осы гаремнің ақ мәрмәрімен айшықталған, оңаша бөлмесінде мұны тағатсыз күткен Шолпан Мүлік ханымның есігін ашқан. Ақсақ Темір қаншама шат-шадыман салтанатты шағымен бірге қасірет қайғылы сәтінде сырсыз қалыпты сақтай алған адам. Қазірде сол сабырлы қалпынан жазбады. Шолпан Мүлік ханымның: «Есен сау келдің бе, ұлы падишах, саламаттығың жақсы ма?» деп қатқан сазды үніне. «Жақсы, бәрі де қалпында», деп жайбарақат жауаптасып отырды. Тек ұзақ түннің бір мезгілі өткенде ғана ол Шолпан Мүлік ханымды көгілдір күмбездің құпиясы жайлы сөзге тартқан. Ақылды Шолпан Мүлік ханым Ақсақ Темірдің күмбезді көргенін, ол күмбездің мұңды бейнесі әмірді әсерсіз, ойсыз қалдырмасын. Темір көрегеннің көкірегіне ұшқын салып, ол тұтанып, алауға айналарында білген. Сол себепті оның қаһарлы жиһангерге айтар жауабы да әзір болатын. Ол күмбез ғашықтықтың дастаны, ұлы падишах ием, деп бастаған сөзін Шолпан Мүлік ханым. Ол аспандағы таңмен бірге туар жалғыз шолпанға ғашық болған жай пенденің арман қасіретінің дастаны. Ғимарат мұнарасы сіздің жеңіспен оралар ұлы сапарыңызға бағышталып, менің тілегіммен осы жерде Регистанның көрнекті жеріне Шираздық ұста Жақыпардың қолымен тұрғызылды. Мұнара ұлы падишахтың атақ даңқына сай сәулетті болып шығу үшін қоятын бір ғана шартым бар, деді ұста. Ол қандай шарт еді, айтыңыз, дедім. Құрылыстың алғашқы қышық қаланып, соңғы нақыш бояуы өз орнын тапқанға шейін осында ұста көзіне көрінетін арнайы орында отыратын боласыз, деді. Мен бұл жайда адамдық адал жүрегіммен ойладым. Шираздық ұстаның адам затына өмірде бір ғана оралар махаббатының оянғанын білдім. Көрер көз, сүйер жүрек барша пендеге ортақ. Көргеніне, сүйгеніне ол жазықты емес. Ол бар өнерін, құдіретін енді сол ғажайып құрылысқа төгерін білдім. Солай ойладым да, жарайды ұста, тілегің сол болса болсын деп келісімімді бердім. Бірақ ол көрсеткен орнындай мен емес, мен бейнелес гаремнің бір жауһар жүзді канизаға отырды.
Ол шираздық ұста өзінің таза махабатын өнеріне, бояуына төкті. Мен ол адам махабатын Құран аударып, сіздің ұлы сапарыңызға бағыштадым. Бар сыр, бар оқиға осы, ұлы падишах ием деді. Иә, Шолпан Мүлік ханым ол түні ақсақ темірге таза жүрегімен бүкпесіз шынын айтты. Қаһарлы әмір алдында жасқанып жалтармады. Ол енді ақтың ісі хақ, қашанда мәртебесі биік екенін ойлап, әмірден жауап күтіп отырды. Жарайды, деді темір. Шолпан Мүлік ханымның ай жүзді бейнесіне қиялай көз жанарын аударып. Жақпар ұстаның көзі, мына жер жиһанда бір сені таңдапты. Ендеше, ол көз ендігі жерде еш нәрсені көрмейтін болады. Еркіңіз ұлы падишах ием, деп жай ғана жауап қатты да, Шолпан Мүлік ханым іштей терең күрсініп үнсіз қалды. Иә, солай, жаңа таңның атуымен әмірден арнайы тапсырма алған жасауыл жендеттер Регистанға таяу шеберхана хұжырасында памдат намазын оқып отырған Жақбар ад-Дин Ширазиге келген. Олар ұстаны бұғаулап, байлап, қала сыртындағы Зарафшан жағасына алып келген. Ұлы әмірдің мархабатты шапағатымен, ұстаның өмірімен бірге, сол күннің соңғы жарығы өзіне сыйланып, кештің батуымен бірге, оның соншалық махаббат мұңын тудырған екі көзі жойылуға тиісті болған. Солай, Тәңірдің жазуына, әмірдің жарлығына шара жоқ. Жендеттер қыздырылған от бізбен екі көзі ағызылған әлемнің асыл текті сәулетші ұстасы, ғаламдағы не ғажайып мәрмәр, заңғар кереметтерді дүниеге келтірген шебер Жақбар Шираз 34 жасында жалғанның жарығына, жалғыз махаббатына мәңгілік қош айтып, тасқында бағып жатқан Зарафшаның жағасында жападан жалғыз қала берген. Ол әлдекімді аялап, аймалаған бейнеде қос қолын қабат алға соза құбыланы беттеп, еріндері күбірлеп әлдене аят оқып, кіндік қаны тамған Шираз, одан әрі қасиетті Шамға қараған түпсіз түнек дүниеге қарай бірер қадам жасады. Одан әрі не болды? Қай құздардан ұшып, қай дарияның құшағына құлады. Оны сол түнек түннен өзге көрген, білген пенде жоқ. Тек бір ғана Самарқан аспанымен тілдескен мәңгілік махаббаттың таусылмас жыры, көк мұнара, мұңды сырын замана заңғарында сақтап қала берген. Темірлан 4 бөлімнің соңы.